Ассалаумағалейкум, өмір күнделігі YouTube каналының тыңдарманы. Тіліңді калимаға келтір дегенді естіген шығарсыз. Ал бұл мұсылманның 5 парызының алғашқысы екенін білесіз бе? Күніне неше рет калима айтасыз? Ислам діні 5 парызға негізделген. Бірінші парыз – Аллахтан басқа тәңір жоқ екеніне және Мұхаммед Аллахтың елшісі екендігіне куәлік беру. Бұл арабша ла иляха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах. Әшхәду ән ла иляха илла Аллах уә әшхәду әнна Мұхаммадан Расулаллах делінеді. Міне осы сөз калима. Ал бұл калиманың сауабын, қасиетін білесіз бе? Бір хабарда Алла тағала Мұса пайғамбарды Ферғауын патшадан құтқарғаннан кейін Мұса ғалейхиссалам Алла тағалаға мінәжат етіп, «Ия, жаратушы ием, сенің берген нығметтеріңе шүкіршілік етіп, айтып жүретін бір сөз үйретіңіз» деген екен. Алла тағала, «И Мұса, ла иляха иллаллах» деп айтып жүр дейді. Мұса, «Ия, жаратушы ием, тағы да сөз қосып беріңіз» дегенде Алла тағала, «И Мұса, таразының бір жағына 7 қат аспан және 7 қат жерді қойып, екінші жағына ла иляха иллаллах калимасын қойсаң, осы калима тұрған жағы басып кетеді» деген екен. Калиманың сауабы туралы тағы да бір хабарда былай айтылады. Мұса пайғамбар заманында үнемі жаратушыға жалбарынып құлшылық ететін бір адам және мүлдем құлшылық жасамайтын бір адам өмір сүреді. Бір күні үнемі құлшылық етіп жүретін кісі өледі. Мұса түсінде ол кісінің тозақ отына түскенін көреді. Арада көп уақыт өтпей мүлдем құлшылық етпейтін адам да өледі. Мұса түсінде ол кісінің жәннатқа кіргенін көреді. Оянған соң Мұса ғалейхиссалам таң қалып құлшылық қылған кісінің үйіне келіп әйелінен, ол кісі қандай амал жасаушы еді деп сұрайды. Әйел, өзіңіз білетіндей үнемі құлшылық ететін дейді. Мұса, жоқ, одан басқа не істеді? дейді. Әйел, күнде жатар алдында Мұсаға келген нәрсеге тәубә қылдым деп айтатын деді. Енді Мұса мүлдем құлшылық жасамайтын кісінің үйіне келіп әйелінен, ол кісі қандай амал жасаушы еді деп сұрайды. Әйел, өзіңіз білетін амалдар, еш құлшылығы жоқ еді дейді. Мұса ғалейхиссалам, тағы не істеді дейді. Әйел, күнде жатар алдында ла иляха иллаллах калимасын айтып, Мұса ғалейхиссаламға келген нәрсеге шүкіршілік етемін деуші еді деген екен. Бұл калиманы адам өлер кезінде айтса да күнәлары кешіріледі. Әбу Хурайра пайғамбарымыздың былай деп айтқанын естігенін жеткізеді. Қайтыс болғалы жатқан адамға өлім періштесі келеді де, оның жүрегіне үңіледі. Алайда оның жүрегінен еш нәрсе таппайды. Осыдан соң ол адамның жағын ажыратып қарағанда тілінің таңдайына жабысып, калиманы айтып жатқанын көреді. Осы бір кіршіксіз тәубесі үшін ол адамның күнәсі кешіріледі. Әнәс бин Маликтен жеткен риуаятта да калиманың сауабы көп екені айтылады. Онда қайсы бір адам шынайы жүрегімен ла иляха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах деп айтса сөзсіз жәннатқа кіреді делінген. Рамазан айында 4 нәрсені көп жасаңдар. Оның екеуін Алла тағала өте жақсы көреді. Олар калима шахадат айту және истиғфар айту. Ал қалған екеуін үнемі жасауларың керек. Бұлар Алла тағаладан жаннатты сұрау және тозақ азабынан оған сыйыну деген хадис шәрифте бар. Жалпы калима шахадатты айтудың 4 шарты бар екен. Тілмен айтқанда жүрекпен дайын болу, мағынасын білу, ықыласпен айту, құрметпен айту.